Қайырлы күн 4-ші сынып оқушылары. Қазақ тілі сабағына қош келдіңдер. Бүгінгі сабағымызды ашық жарқын көңіл күймен өткізейік. Психологиялық дайындық. Айналаға алақаннан жылулықты шашайық, күлімсіреп сәттілік тілеп, біз сабақты бастайық. Гүлдер күлтешесі арқылы оқушыларды 7 оқушыдан құралған 3 топқа бөлемін. 7 жапырақ ойыны. Топтан топ басшысын сайлап алыңдар. Топ басшысына 7 жапырақ беремін. Топ басшысы мен сұрақ оқығанда жауап берген әр оқушыға 1 жапырақтан беріп отырады. Қайсы топта барлық оқушылар сұрақтарға жауап беріп, әр оқушы 1 жапырақтан ала алса, сол топ жеңіске жетеді. Қайталау сұрақтары. Септік жалғауы дегеніміз не? Қазақ тілінде неше септік бар? Қар көшкіні дегеніміз не? Жалғауы жоқ септікті ата. Сөйлемде анықтаушы рөл атқаратын септік. Табыс септігінің жалғауларын ата. Атау септігі сөйлемде қандай қызмет атқарады? Кімге, неге, кімдерге, нелерге, қайда, қай септіктің сұрақтары? Табиғат апаттарын ата. Атау септігінің сұрақтары қандай? Жарайсыңдар оқушылар. Ребусты шешу арқылы тақырыпты анықта. Дұрыс таптыңдар. Бүгінгі тақырыбымыз ілік септік. Бөлім атауы апатты табиғат құбылыстары деп аталады. Бүгінгі сабағымызда мәтін мазмұны бойынша шешім табуға бағытталған сұрақтар қарастырасыңдар және ілік септіктің жалғауларын білетін боласыңдар. Бейнебаянға назар аудар. Ілік септік. Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Сәлеметсіз бе? Бүгін септік жалғауларының келесі түрі, яғни ілік септікті өтеміз. Ілік септіктегі зат есімдер кімнің, ненің, кімдердің, нелердің деген сұрақтарға жауап береді. Ілік септігіндегі сөздер ның, дың, тың, тің жалғауларының жалғану арқылы жасалады. Ның, дың, тың ілік септік жалғаулары. Мына мақалдағы ілік септігінде тұрған сөздерді тауып көрші. Шебердің қолы ортақ, шешеннің сөз ортақ. Шебердің, шешеннің. Дұрыс, жарайсың Алина. Балалар, тәуелденген зат есімдерді септеуге болады. Дана, тәуелдік жалғаулар дегеніміз не? Заттың біреуге тән екенін білдіретін жалғауларды тәуелдік жалғаулары дейміз. Олар жекеше және көпше түрде 3 жақта тәуелденеді. Мысалы, менің дәптерім, сенің дәптерің, оның дәптері. Дұрыс, осы тәуелденіп тұрған дәптерім сөзіне ілік септігінің жалғауын жалғайық. Дәптерімнің, дәптеріңнің, дәптерінің. Алина, табиғатның, табиғаттың, табиғатты сөздерінің қайсысы тәуелденіп ілік септігінде тұр? Табиғатның сөзі тәуелденіп ілік септігінде тұр. Жарайсың Алина. Білгенің жөн. Шешім табуға бағытталған сұрақтар белгілі бір жағдаяттық мәселенің шешімін айқындау, адамның ойын білу мақсатында қойылады. Олар не істеу керек, не істер едің, не айтар едің, не ұсынар едің, не үшін, қандай жолы бар деген сияқты сұрақтар негізінде көрініс табады. Дана, қазақ тілінен өткен жаңа тақырыпты қайталап өтейік. Жарайт, ілік септігіндегі зат есімдер кімнің, ненің, кімдердің, нелердің деген сұрақтарға жауап береді. Ілік септігі ның, дың, тың жалғауларының сөзге жалғану арқылы жасалады. Бұл жалғауларды ілік септік жалғаулары деп атайды. Мысалы, су тасқынына жаңбырдың да әсері бар. Сөйлеміндегі жаңбырдың сөзі ілік септігінде тұр, ненің сұрағына жауап береді. Дұрыс, ал тәуелдік жалғаулары дегеніміз не? Заттың біреуге тән екенін білдіретін жалғауларды тәуелдік жалғаулары дейміз. Тәуелденген зат есімдерді септеуге болады.
Мысалы, ілік септігіндегі зат есім балықтың сөзі бірінші жақта балығымның, екінші жақта балығыңның, үшінші жақ балығының болады. Жарайсың, Тамирис. Бейнебаян қай септік жайлы болды? Ілік септігіндегі сөздер қандай сұрақтарға жауап береді? Ілік септігіндегі сөздер қандай жалғаулар арқылы жасалады? Бейнебаянда қандай мысалдар келтірілді? Тәуелдік жалғаулар дегеніміз не? Зат есімдер қалай тәуелденеді? Қандай мысалдар келтірді? Тәуелдеулі зат есімдерді септеуге болады ма? Мысалдар келтірейікші. Шешім табуға бағытталған сұрақтар қандай мақсатта қойылады? Олар қандай сұрақтар негізінде көрініс табады? Жарайсыңдар, енді осы ережелерді қайталайық. Ілік септігіндегі зат есімдер кімнің, ненің, кімдердің, нелердің деген сұрақтарға жауап береді. Ілік септігі атау септікте сөзге ның, нің, дың, тың, тің, тің жалғаулары жалғану арқылы жасалады. Бұл жалғауларды ілік септік жалғаулары деп атайды. Жақсы, енді осы ережелерге байланысты өзіміз мысал қарастырып көрейік. Әдеттегідей, мен мысал айтамын, сендер сөйлемнен ілік септігін тауып, оған сұрақ қойып көріңдер. Мысал, қаламның ұшы сынған болып шықты. Ілік септігіндегі сөз қаламның, ненің деген сұраққа жауап береді. Енді қалам сөзін үшінші жақта тәуелдеп, оған ілік септік жалғауын жалғап көрелік. Қаламымның, қаламыңның, қаламының. Жарайсыңдар, осы мысалдарға ұқсас тапсырмалар орындап көрелік. Бірінші тапсырма. Көп нүктенің орнына тәуелдік жалғауының үшінші жағында кездесіп тұрған сөзге ілік септігінің жалғауын жалғап, сөйлемді толықтыр. Жауабыңды тексер. Өте жақсы орындап шықтыңдар. Енді оқушылар, осы мысалдардың мазмұнына мән берейікші. Үшінші сөйлемде не жайлы айтылған? Сел деген не? Ол табиғат апаттарына жатады ма? Ендеше, ол жайлы оқулықтың 20-шы бетіндегі мәтіннен білейік. Екінші тапсырма, мәтінді оқы. Сел өте қатты нөсерлі жаңбырдың соңын ала, немесе өзен бастауына ұштаса таяу жатқан мұздықтардың күн ысығандағы шұғыл еруінен, кейде жасанды бөген суының жағаны жырып бұзуынан пайда болады. Таудан құлаған лайлы тасты тасқынның жылдамдығы секундына шамамен 5-10 метрге дейін жетеді. Екпінде аққан сел тасқыны салмағы бірнеше тонналық тастарды домалатумен бірге діңінен адам құшағы жетпейтін биік ағаштарды тамырымен қоса жұлып әкетеді. Сел тасқыны тау бөктерлеріне таяу орналасқан елді мекендер үшін өте қауіпті. Сел апатынан қорғану үшін қауіпті жерлерге арна, көпір, су бөгендері салынып, тау беткейлеріне қар ұстайтын ағаштар отырғызылады. Алматыда арнайы сел тасқынын бақылау станциясы жұмыс істейді. Оның бақылау пункттері селдің жүру ықтималдығы мен су тасқыны жөнінде Алматы мен оның төңірегіндегі елді мекендерге хабар беріп отырады. Мәтінді талдау. Мәтін мазмұны бойынша бір-біріңе сұрақ қойыңдар. Сел апаты жағдайында шешім табуға бағытталған сұрақтар құрастырыңдар. Қарамен жазылған сөздерді талдаңдар. Бұл сөздегі қосымша қай септіктің жалғауы екенін анықтаңдар. Жауаптарыңды дәлелдеңдер. Тамаша, толық нақты жауап бердіңдер. Сендерге септіктерді табу ұнаған секілді. Қане, осындай қалыпта үшінші тапсырманы да орындап жіберелік. Үшінші тапсырма. Сөйлемдерді көшіріп жаз. Ілік септігіндегі сөздерді тауып, олардың сөйлемде қандай мүше болып тұрғанын сызып көрсет. Жақсы оқушылар, енді мына суреттерге назар аударайықшы. Суреттерде не бейнеленген? Олардан не туындауы мүмкін?
Иә, дұрыс айтасыңдар. Енді оқушылар 4-ші тапсырма. Берілген суреттерге қарап, ілік септік жалғауларын қатыстырып, қысқа нұсқа әңгіме құрастырыңдар. Привет! Ну что, разомнемся? Идем на месте. Раз, два. Раз, два. Шире шаг. Раз, два. Раз, два. Остановились, потянулись и выполним наклоны головой. В одну сторону. Раз, два. В другую. Раз, два. Еще. Раз, два. Молодцы! Раз, два. А теперь, не поворачивая голову, глазками посмотрим вправо-влево. Вправо-влево. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Поморгаем. А сейчас вверх-вниз. Вверх-вниз. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Поморгали, поморгали глазками. Хорошо. Зажмурьте глазки. Раз, два, три. Откройте и посмотрим вдаль. Еще зажмурим. Раз, два, три. И смотрим вдаль. А теперь немножко потанцуем. Отлично, ребята! Пока! Я в соседний класс. Осылайша, сабақтың бекіту кезеңіне де келіп жеттік. Бүгінгі сабағымызды бекіту үшін сәйкестендіру кестесін пайдаланамыз. Кестені орындап болсақ, жауаптарымызды тексерейік. Тапсырмаларды дұрыс орындадыңдар деген үміттемін. Енді бүгінгі сабағымызға кері байланыс, көңіл-күй рефлексиясын жүргізейік. Үйге тапсырма 21-ші беттегі 38-ші жаттығу. Осымен балалар, біздің сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.